Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әлқиса әдеби сазды бағдарламамызның бүгінгі қонағы күйші, өңірімізге белгілі ұстаз Нұрмағамбет Айсұлтан бүгін бізде қонақта. Қош келдің, Айсұлтан. Ассалаумағалейкум. Ал Айеке, енді біздің Әлқисамызды өзіңді әдейлеп шақырдық осы бағдарламамызға. Осы бір шығарманың, бір күйдің шығу тарихын, соның авторын айтып, көрермендерімізге соны бір таныстырып өтсек. Уақытыңды бөліп келгеніңе көптен көп рахмет. Рахмет шақырыңызға. Қандай шығармамен келдің, кімнің күйін алып келіп отырсың бізге, сол жайында біраз әңгімелесіп. Мен бүгін Қарасайдың қуаныш күйін дайындап келдім. Қарасай ол Маңғыстауның күйшісі болады, әрі сазгер, әншісі, оның неше түрлері жыршы әндері бар. Сол бірнеше күйі бар. Қуаныш сол ішінде жатады. Кіреді. Бірақ көбісі сол қуаныш күйді деп оны күй санамайды. Өйткені ол кейін сол кездерде Ахмет Жұбанов кездерінде ол хал күйі деп атап кеткен. Оны жеткізген бізге Медет, Қамбар Медетов болған. Бірінші күйді орындаған. Сол Қамбар Медетов Құрманғазы оркестрінде істеген 30-шы жылдарда. Сол бірінші бізге жеткізген сол Қамбар Медетов болған. Сосын кейін оны нотаға түсірмей, оны халық күйі деп атап кеткен. Халық күйі Қарасай деп. Халық күйі Қарасай деп кетіп қалған солай. Сосын оны бірінші түсірген атақты ағамыз Қаршы Ахмедияров болатын. Нотаға түсірген. Оның бірнеше нұсқасы бар. Біріншісі сол Ахмедияровтың, сосын Распай Ғабдиевтің нұсқасы бар. Оның бір күй қағаны фильмінде орындаған кімде? Нарбектің шеберханасында. Бұл енді халық күйі Қарасай деп аталып кетуінде де бір кішкене сол Қарасайдың атын сақтап қалу, немесе күйді сақтап қалу бұл жерде көбінесе. Бірақ енді Қарасайдың күйі десе, енді ол кісі көтеріліске қатысқан, Ақтабан шұбырының кезінде қазақтың бір жақсы мықты батырларының бірі болған адам ғой, ол кісі Қарасай. Оның үстіне өзің айтып отырсың, оны да ел білгені дұрыс қой, ол кісінің туған жерімізді қорғаудағы көрсеткен ерлігі өз алдына бір төбе. Оның үстіне жыршылығы, жаңа өзің айтқандай, ақындығы өз алдына бір төбе. Сонда бұл Қарасайдың күйі десе, мүмкін оны жаңағындай бір тосқауылдар қойып та, орындатқызбай қою да мүмкін еді ғой, Сондықтан бұл жерде бір сондай бір күйді сақтап қалудағы бір амал деп та айтуға болатын шығар. Енді біздің әндеріміз, күйлеріміз репрессияға көп түсті ғой кезінде. Содан болды ма екен деп өзім ойлап отырмын, жаңағы сенің әңгімені тыңдап отырып. Негізі ол күйдің аты Қуаныш. Қуаныш күйі. Қамбар Медетовтың жеткізген сол кісі екен ғой. Қаршы Ахмедияров нотаға түсірді деп отырсың, Енді ол кісі Қарасай мына Маңғыстау өңірінде дүниеге келгенмен, бірақ қайтыс болған жері
Қарақалпақ елінде Иә, қайтыс болған екен, иә, ол кісі. Қарасай. Соның балалары да сол Қарақалпақстанда тұра ма? Тұрады, иә. Ұрпақтары, иә. Ұрпақтары, иә. Енді ол кісінің басқа да бірнеше күйлері, толғаулары, жаңағы өзің айтқандай өлеңдері енді сақталып қалғандары да бар шығар халықтың арасында. Басқа күйлері бар ғой, иә, Қарасайдан, Қуаныштан басқа. Басқа күйлері да бар, иә. Өзің жыры да бар, Қарасай Қази деген жыры да бар. Жорық деген күйі бар, иә. Жыры да сақталған. Жыры да сақталған, иә. Жорық деген күйі бар. Енді Қарасайлар сонау кешегі анау Кетбұға, Боғда сияқты халықтың арасындағы күйшілік мектептің бір шет жағын сарынын көріп қалған, естіп, соны бойына сіңіріп бер қарай бізге жеткізушілердің бірі ғой. Иә. Енді осы Қарасайдың Қуаныш күйін біздің көрермендерімізге ұсынсақ қалай қарайсың? Иә, орындап берейік. Жақсы. Ой, шіркін-ай, қандай тамаша, керемет күй, Жақсы күй. Өте тамаша, керемет күй екен. Мына мен өзімше енді бізді естиміз ғой күйді, әркім өзіне қабылдайды ғой әртүрлі. Мен енді анау Кетбұғаның жаңағы бір сарыны бар сияқты осы күйде. Одан кейін бергісі Құрманғазының бір жаңағы күйді орындау тәсілдері бар сияқты. Енді бұл кісі Құрманғазының алдында өмір сүрген адам ғой, Қарасай. Кетбұғадан кейін сол екі ортадағы бір алтын көпір сияқты. Бұл кісі анау Кетбұғалардан келген сарынды сақтап, оны әрмен қарай Құрманғаз жалғастырғаны көрініп тұр. Бірақ күйдің көңіл күйі өте жақсы, иә? Ана бір ескі көне сарындар болғанмен, бірақ күйде бір адамға бір қуаныш сыйлайды, көңіл күй сыйлайды, бір тамаша, бір мерекелік бір адамға бір сондай бір тамаша, жақсы бір көңіл күй сыйлап тұрған сияқты болып естіледі маған. Бұл күйді орындап жүргеннен қанша болды? Бір жылдай. Жоқ, мен негізі мектепте оқыған кезде 6 класстама бірінші Ахмедияровтың нұсқасын орындағам. Ол кішкене басқаша болатын. Сосын неге университетке түскен кезде сол маған Рысбай ғап дейтін нотасы түскен.
соны жаттап орындап отырмын. Ал енді әуелде өзің айтып өттің ғой, басында Қамбар Медетов. Қамбар Медетов. Иә. Ол кісінің нұсқасы басқа ма, әлде осы қай нұсқа, түп нұсқаға жақын? Бірақ бәрінде де түп нұсқаға жақын болады ғой. Иә. Мына Қаршық Ахмедияровтікі ол кісінің сәл басқашалау. Басқаша. Негізі Қаршық Ахмедияровтың нұсқасы жақын. Түп нұсқаға жақын сол кісінің. Мынау Рысбай Ғабдиевтің кішкене орындау шеберлігі басқаша ғой. Ол басқаша әдемілеп ойнайды. Кішкене сәндетіп ойнайды. Иә, кішкене бір өңдеп, өзі бір өзінің бір нелерін кіргізген дейсіз. Жаңа неге заманға сай орындайды. Бірақ енді қалай болса да оның енді әуелгі түп нұсқасы, мына сыртқы формасы сақталады ғой. Сақталған. Ішінде бір кішкене өзгерістер, әркімнің өзінің бір көп емес қой, енді бір кішкене бір өз жерін былай орындап жіберсе деген нұсқалары болады ғой. Тамаша. Айсұлтан, өзіңе көптен көп рахмет. Осындай күйді алып келіп, соның шығу тарихын айтып, Қарасай деген адамның, батырдың осындай бір керемет күйінің бар екендігін айтып бергенің үшін өзіңе көптен көп рахмет. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық, шығармашылық табыс тілеймін, өзіңнен озатын шәкірттерің көп болсын. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен Әлқисса әдеби сазды бағдарламасы өзінің соңына жетті. Қазақтың мәйегі ол дәстүрінде, өнерінде, сондықтан өнерімізді, дәстүрімізді қадірлеп жүрейік.